Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Қымбатты бауырларым, өмірімде бір кездер болды, көз жасыма тұншығып, қала ішінде сенделіп жүрген күндер. Кедейлік мені түнерген қара түндей үнсіз басып қалды. Ақшам да жоқ еді. Арқамды тірер адам да болмады. Тіпті үмітте қалмағандай еді. Сынақтар, дәрменсіздік, ауру мен қарыз бәрі іштен сындырып тастаған. Жүрегім тас болып ауырлап қалғандай. Көзім жасқа толы. Ал ойымда бір ғана сұрақ. Уа, Аллах, мен енді қайда барамын? Осындай күйде бір күні мағриб намазына бардым. Намаз біткен соң мешіттің бір бұрышына отырып қалдым. Рухым мүлде құлады. Шынымды айтсам, сол күні мен өмірімде болмағандай жыладым. Көз жасымды тоқтата алмадым. Жүрегімде жаңғырып тұрған жалғыз үн болды. Уа, Аллах, мені құтқара гөр. Дәл сол сәтте жүзі нұрлы, жасы үлкен бір кісі келіп жаныма отырды. Көзінде сондай мейірім бар еді. Менің ішкі ауыртпалығымды шын сезіп отырғандай. Ол жұмсақ дауыспен сұрады. Балам, не болды? Неге бүкіл әлемнің қайғысы бір өзіңе жиналғандай көрінеді? Ішім күйреп тұрған еді. Мен оған жоғалып кеттім. Кедейлік мені жұтып қойды. Дедім. Қарыздарым жанымды қоярға жер таптырмады. Ауырып жүрдім. Істерім жүрмеді. Ақша беріп қойған адамдар мені қай жерде болсам да іздеп табатын. Қайда барарымды, не істерімді білмедім. Сонда әлгі жүзі нұрлы кісі маған қарап, терең демалды да былай деді. Балам, уайымдама. Әрбір сынақтан кейін Алла қиындықты жеңілдікке айналдырады. Бүгін мен саған сондай құпия сөздер үйретемін. Егер оларды мағриптен кейін шынайы иманмен оқысаң, Алла сен тіпті армандамаған есіктерді ашады. Ол сөздер кез келген адамға беріле бермейді екен. Бұл ерекше амал. Ол арқылы көзге көрінбейтін көмек, көзге көрінбейтін байлық, көзге көрінбейтін жолдар ашылады. Оны кез келген уақытта оқи аласың. Мағриб пен иша арасында бір ғана шарт бар. Жүрегің сынған болсын. Ал иманың тірі болсын. Ғажайыптар адамның өмірін өзгерту үшін ұзақ күттірмейді. Достарым, мен сол сөздерді сол жерде, мешіттің ішінде-ақ, саусақпен санап отырып оқыдым. Жүрегім дірілдеп тұрды. Бірақ алғаш рет ішімде бір үміт пайда болды. Мүмкін мен үшін де жарық бар шығар. Мен дұға жасадым, амалды орындадым, әлгі адамға алғыс айтып үйіме қайттым. Ал содан кейін өмір бойы ұмытпайтын оқиға болды. Түнгі сағат дәл 10-дар шамасында үйімнің есігі қағылды. Кірген адам мен танымайтын бір кісі еді. Ол маған ауыр бір сөмкені ұсынып тұрып, мынаны ал. Саған керек деді. Мен сілейіп тұрып қалдым. Сөмкені ашқанымда, іші толған қолма-қол ақша екен. Сол сәтте үйімнің ішін жарық толтырғандай болды. Мен тағы жыладым. Бірақ бұл жолы қуаныштан жыладым. Достарым, сол түні менің тағдырым өзгерді. Кедейлік, ауру, қиындықтар. Бір түннің ішінде бәрі жоғала бастады. Қиындықта, қорқынышта, жоқшылықта. Өмірімде талай рухани амал көрдім. Бірақ Аллаға ант етемін. Мағрибтен кейін оқылатын бұл амалдай күштісін ешқашан көрмедім. Бүгін сол құпияны сіздермен бөліскім келеді. Егер жүрекпен тыңдап, иманмен оқысаңыздар, Алла жол-жоқ жерде де есіктер ашады. Бүгін мен сіздерге сол тақуа қарт үйреткен сол амалды беремін. Оны мағрибтен кейін немесе мағриб пен иша арасында оқыңыздар. Сонда жағдайларыңыз қалай өзгере бастайтынын өз көздеріңізбен көресіздер. Сізге бар болғаны 3 сөз, 3 сөйлем оқу керек. Осы амалды әлемнің ешбір жерінен таба алмайсыз. Қай елде жүрсеңіз де. Тіпті бұл видеоны кездейсоқ көріп қалсаңыз да. Мен сіздерге сондай тасбих үйретемін. Бір күннің ішінде тағдырдың жабық есіктері ашыла бастайды. Адамдар өздері келіп, есігіңізді қағып, ақша беретін болады. Достарым, 4 жыл бұрын мен бұл амалды алғаш рет орындағанда, менің өмірім түбегейлі өзгерді. Сол күннен бастап бүгінге дейін мен оны тек шаршағандарға, барлық амалдарды жасап көріп, енді үміті үзілгендерге бердім. Үйінде аш жоқтарға, кедейлікке батып жүргендерге де бердім. Маған сеніңіздер, достарым. Мен бір күннің ішінде қайыршының патшаға айналғанын көрдім.
қол жайып жүргендердің берушіге айналғанын көрдім. Бұл амалдың ғажайыптары менің өз ақылымды да таң қалдырды. Кеше бір әпке маған былай деді: «Аға, сіздің істеген амалыңызды жасағаным сол еді. Түн түспей жатып туысым келіп, қолыма 100 000 қолма-қол ақша ұстатты». Ол тағы да: «Барлық айтқан амалдарыңыз рас. Бірақ мұндайды ешқашан көрмеген едім» деді. Тағы бір бауырым маған келді. Қара жұмыс істейтін, күн көрісі ауыр адам еді. Ол маған былай деді: «1 ай бойы ауырып, жұмыс істей алмадым. Балаларым аш. Қарыздарым қысып тұр. Өмірден түңілдім. Өз-өзіме қол салғым келді. Өтінемін, маған бір амал беріңіз» деді. Мен оған бұл рухани амалды дәл қалай айту керек болса, солай үйреттім. Ол ештеңе қоспай, ештеңе кемітпей орындады. Түн түспей жатып маған өзі телефон соқты да: «Аға, мен бұл амалды әр мағриптен кейін оқи берсем бола ма?» деді. Мен таңғалып сұрадым: «Не болды?» Ол былай деді: «Мен амалды оқыған сәтте жасы шамамен 12-дегі ұлым жолдан 100 000 тауып алды. Бұл қалай болуы мүмкін? Сіз айттыңыз, және дәл солай болды. Достарым, бұл көрінбейтін байлықтың қазынасы. Бірақ оны міндетті түрде мағриптен кейін оқу керек. Енді мен сіздерге осы құпия таспиқты ашамын. Бұл қазына. Оны оқыған адам ешқашан үмітсіз қалған емес. Бірінші қазына, бірінші рухани атом бомбасы. Мағриптен кейін алғашқы рухани амалды бастайсыз. Я ғани, я муғни. 7 рет оқыңыз. Бірақ мен қалай айтып тұрмын, дәл солай орындаңыз. Барлық рухани амалдар бір отырыста, мағриптен кейін жасалуы керек. Оқ болған соң, Алланың алдына қолыңызды жайып, алақаныңызды ашып, жүрегіңіздегінің бәрін айтыңыз. Тілегіңізді, ауруыңызды, қиындығыңызды, қажеттілігіңізді. Иншаллах, кемеңіз жағалауға жетеді. Амалдың реті алдымен пайғамбарымыз Мұхаммедке, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, 1 рет салауат айтыңыз. Сосын 7 рет я фаттах деп айтыңыз. Бұл амалдардың барлығы 1 минуттан да аз уақыт алады. Бірақ оны кейінге қалдырмаңыз. Бір сәтті де жоғалтпаңыз. Бүгіннен бастаңыз. Бұл тек 1 минуттық амал ғана. Бірақ сол 1 минуттан кейін, түннің соңына дейін сізге сондай байлық жауып төгіледі. Достарым, мүмкін сіз бұрын бұл сөздерді 1000 рет оқыған шығарсыз. Бірақ еш пайда көрмеген боларсыз. Бірақ бүгін, егер дәл мен айтқандай оқысаңыз, сіз ешқашан көрмеген, ешбір рухани амалда естімеген байлық жауын басталады. Яғаниді қалай оқу керек? Алдымен мағриб намазын сабыр мен шын көңілмен оқыңыз. Намаздан соң сол жерде отырып айтыңыз. Содан кейін басты оқуды орындаңыз. Барлығы сол жерде отырып жасалуы керек. Алладан жүрегіңіздегі барлық қажет нәрсені сұраңыз. Қажет болса, жылаңыз. Жүрегіңіздегі барлық қиындықтар мен мұқтаждықтарды Аллаға ұсыныңыз. Егер мағрибден кейін бірден оқи алмасаңыз, онда мағриб пен иша арасында жалғыз отырып, толық үмітпен оқыңыз. Бастапқы қазына тек 3 рет оқылады. Дәл мен айтып тұрғандай, оның күші 1000 есе емес, миллиондаған есеге артады. Яғни, байлық әкелуші, көрінбейтінен беруші, құр қолдармен бос сөрелерді толтырушы. Мен бұл амалды алғаш оқығанда шын таңғалдым. Әр бөлімі берекеге толы қазына. Уақыты құпия. Бұл тек мағриптен кейін арнайы уақытқа арналған. Егер сіз дәл 1 рет өміріңізде оқысаңыз, оны өмір бойы есте сақтайсыз. Қалай біріктіру керек? Бүгін сіз яғанияны Алланың жеке атымен біріктіресіз. Оқыңыз. Яғани, я Алла, яғани, я Аллах, яғани, я Аллах тек 3 рет. Тіпті жақындарыңыз, достарыңыз, кейде дұшпандарыңыз да таң қалады. Кеше бұл адам есік кезіп көмек сұрап жүрді, ал бүгін осындай өзгеріс. Достарым, бір түннің ішінде бұл өзгеріс қалай болды? Міне осы амалдың ғажайыбы. Алғашқы оқу, яғани.
Сіз оны өміріңізде сан рет оқыған боларсыз. Бірақ бүгін сіз оның шынайы күшін көресіз. Дәл мен айтып тұрғандай оқыңыз. Және не болатынын өз көзіңізбен көріңіз. Оны 3 рет қана оқу жеткілікті. Бірақ бүгін мұқият тыңдаңыз. Яғни, байлықпен көрінбейтін қазынаны беретін есім. Оны дәл осы әдіспен оқысаңыз, 1000 есеге артады. Я Аллах, бұл Алланың жеке есімі. Бірақ оның барлық есімдері осы бір атауда қамтылған. Рахман, Ар-Рахим, Әл-Карим, бәрі. Сол себепті бұл амал соншалықты күшті. Бір ғана есім, қазына. Бірақ барлық қазыналар біріктірілгенде ғажайыптың күші шексіз болады. Я Ғани, Я Аллах, 3 рет оқыңыз. Сосын дереу оқыңыз. Я Фаттах, Я Фаттах. Мүмкін сіз Я Фаттах сөзін өміріңізде көп оқыған боларсыз. Бірақ бүгін оның ғажайыбын көресіз. Оны 7 рет оқыңыз. Бұл бірінші рухани амал. Барлығын дәл мен айтқан тәртіпте орындаңыз. Түннің соңына дейін Алланың досы немесе көрінбейтін періште сізге көмекке келеді. Мен бұл амалды мыңдаған адамдарға үйреттім, тек Алланың разылығы үшін. Бұл құпияны жасырмаңыз. Кедейлерге, ауыратындарға, қиындық көріп жүргендерге бөлісіңіз. Олар бұл амалды оқыса, өмір бойы сіз үшін дұға етеді. Мен бұл амалды мағриптен кейін 4 жыл бойы оқып келемін. Алғашқы түннен бастап жарты түнге дейін өмірім өзгерді. Сол күннен бері бір рет өткізіп көрген емеспін. Келесі рухани амал. Я Рабби, яғни. О, менің Раббым. Осы арқылы бос қолдарыңызды толтырасыз. Мүмкін сіз өміріңізде Я Рабби сөзін көп оқыған боларсыз. Бірақ бүгін оны ерекше тәртіпте оқу арқылы күшін 1000 емес миллион есе арттырасыз. Бір сәттің ішінде өміріңіз түбегейлі өзгеруі мүмкін. Содан соң Я Рабби қанша рет оқу керек деген сұраққа. Бүгін Я Рабби сөзін оқығанда сонымен бірге Я Раббана сөзін де қосыңыз. Я Рабби, Я Раббана. Я Рабби, Я Раббана. Я Рабби, Я Раббана. Екі сөзді бірге оқу 1 рет саналады. 3 рет оқыңыз. Бұл байлық сұлтаны. Барлық бұл амалдар шын қазыналар. Мағрибден кейін сол жерде отырып, сол қазыналарды оқуыңыз керек. Осы сөздерді оқыңыз. Ла илаха иллаллаху Мухаммадур Расулуллах тек 3 рет. Келесі қадам осы практиканың ең үлкен құпиясы, соңғы рухани амал. Бұл барлық процестің ең үлкен қазынасы. Егер оны өткізіп жіберсеңіз, барлық амал бекер кетеді. Бұл соңғы амал кез келген кедергілерді, сиқырды, көз тиюді, қиындықтарды жояды. Бұл соңғы амал сіздің өміріңізге көрінбейтін байлық әкеледі. Достарым, кейбіреулер, біздің амалдар нәтиже бермейді, проблемаларымыз шешілмейді дейді. Міне, бұл сол адамдарға арналған практика. Ол бірден сіздің ең үлкен қиындықтарыңызды жояды. Және өсіп өркендеуге арналған осындай деректерді ашады. Солайша сіздің ақылыңыз таң қалады. Көптеген ірі рухани амалдардың да шешпеген қиындықтары бүгін мағрибден кейін 3 рет оқылған соңғы бөліммен толық аяқталады. Назар аударыңыз. Тек барлық алдыңғы амалдарды орындаған соң ғана оқыңыз. Бастапқыда оқыңыз. Аузубилляхи минашайтанир раджим бисмиллахир рахманир рахим. Я Ғани, Я Аллах, Я Фаттах. Я Рабби, Я Раббана. Соңында екі Алланың аты тек 3 рет. Я Раззақ, Я Маннан. Я Раззақ, Я Маннан. Я Раззақ, Я Маннан. Бұл екеуін бірге оқығанда 1 рет есептеледі. Егер бұрын бірдеңе ұмытылған болса, нұсқаулықты қайта қарап, амалды дұрыс орындаңыз. Солайша мағриб таспихы барлық қиындықтарды жояды. Қолдарыңызды көтеріп, ашып, барлық жүрекпен Алладан сұраңыз. Иншаллах, барлық қиындықтарыңыз аяқталады. Егер бұл видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз. Егер сіз каналда жаңадан болсаңыз, міндетті түрде жазылыңыз. Өйткені мен күн сайын сіздерге жаңа рухани амалдарды ұсынамын. Иншаллах, жаңа рухани амалмен қайта кездесеміз. Алла қорғап сақтасын.